Батыс Қазақстанда 250-ге тарта жұмыссыз бен жоғары оқу орнын жаңа бітірген түлек мемлекеттік қызметке орналасқан. Бұл елбасымыз атап өткен меритократия қағидасының жемісі. Ұлттық құндылықтардан бастау алып, заманға лайық меритократиялық қоғам құру бағытындағы жұмыстар елімізде қарқынды жүруде. Әр адамға еңбегіне лайық құрмет көрсетіп, бәсекеге жол ашатын таза, ашық ортаны қалыптастыру президентіміз діттеген меже. Кадрлық саясат жұмыстарының батыс өңіріндегі нәтижелері мен негізгі бағыттары бүгін облыстық мәслихатта талқыға түсті. Алқалы жиын барысында мемлекеттік кәсіпорын, ұлттық компаниялардың және бюджеттік ұйымдардың кадрлық саясатына меритократия қағидатын енгізу жөнінде жоспар құрылды. Меритократия принципі мемлекеттік қызмет туралы заңда енгізіліп, қағидат ретінде онда былай деп көрсетілген. Мемлекеттік қызметшінің сіңірген еңбегімен істеген істерін бағалай отырып, игілікті істерін бағалай отырып, оны мойындап, қабілетіне, кәсіби шеберлігіне байланысты қызмет бабында ілгерілету мәселелері қарастырылуға тиісті делінген.